Баршаңызға сәлем. Бүгін бір пайдалы видео салғым келді. Мен өзім осы майды үйреніп алғалы бері дүкеннің майын қолданбайтын болдым. Себебі дүкеннің майы өте зиян, ал бұл май өте пайдалы май. Ендеше ол майды қалай жасаймыз? Ол үшін бізге іш май қажет болады. Іш май ол қойдың, сиырдың, жылқынікі бола береді. Менде жылқынікі. Өйстіп майдалап турап аласыздар да қазанға саласыздар. Одан кейін 2 алма, 1 сәбіз және де 1 пиязды осылай алып аламыз. Алма мен сәбізді тураймыз да, пиязды бүтіндей салып жібересіздер. Сөйтіп жақсылап үстіне салғаннан кейін араластырып аласыздар. Араластырғаннан кейін ол жарты сағаттай қайнағаннан кейін мына алма салынған заттардың бәрі кәдімгідей жібіп әдемі болып қалады. Сол кезде мына заттарымыз мына майдың керек емес иісін, дәмін бәріне өзіне алады да, май өте әдемі болып шығады. Майды сүзіп алып ыдыстарға құйып, қалаған тағамдарыңызға пісіруге қолдана бересіздер. Өздеріңізге сақтап алыңыздар.